Сәлем. Бүгін сіздермен мынандай қыздардан сұрақ келеді. Мен күйеуімді қызғана берем. Мен күйеуімді контроль жасай берем. Телефонын тексере берем. Содан ұрыс басталады. Осыдан қалай құтылсам болады? Не істесем болады? Кінә менде ме, ода ма деген сияқты. Хаус ойларында хаустар бар жаңағы қыздардан сұрақ келеді. Осы сұраққа жауап беруге тырысайын. Сіздер пока что мына жерге подписка жасап қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Алдыда әлі жақсы видеолар шығаратын боламын. Соны жоғалтып алмау үшін міндетті түрде подписканы басыңыздар. Негізі ең бірінші мынадан бастағым келеді. Біз өзіміздің күйеуімізді қандай состояниемізда қызғанамыз. Қызғанатын қыздардың өзінің негізі состояниялары қандай? Когда бір өмірде мынандай сценарийлар бар, я? Жеңіске жеткен, жеңілген, және вообще ойынға қатыспай сторонкада тұратындар, да? Именно жаңағы өзінің күйеулерін қызғанатындар, они то есть жеңілген позицияда, как будто жеңіліп бара жатқан сияқты, вот қиналып жүрген, бір как будто менің қазір қолымнан кетіп қалады деген сияқты позицияда, осындай әртүрлі пайдасыз әрекеттерге көше бастайды. Например, кішкентай бала сияқты, мысалы шахмат ойнап отырады, жеңіліп бара жатқан кезде не істейді? Алады да ана ойынды бірақ итереді, да, или картаның бәрін бірақ шашады, сондай бір балалар болады ғой, сол сияқты, я. Біз осындай позицияда болған кезде всегда не істегенімізді білмейміз. И өзімізді құтқару үшін, жеңісті өзіміздің қолымызға алу үшін бәрін жасаймыз, бірақтан, то есть пайдасыз әрекеттер жасаймыз. Можно вот так вот сказать. Пайдасыз әрекеттер жасаймыз. Негізі, бұндай әрекет жасайтын қыздардың ең бірінші өзінің құндылықтары жоқ қыздар. То есть өзінің құндылығы деген өзін таппай жүрген, өзінің кім екенін білмей жүрген қыздар. Осындай қыздар в основном өзін табу, өзін іздеу, өзінің өмірін смыслын всегда басқалардан іздейді. Мысалы, жаңағындай күйеуінен. То есть любой адамда өзінің потребности бар, я, махаббатқа деген потребности бар, қауіпсіздікке деген потребности бар, бір социум ортаға деген потребности бар. И именно өзінің күйеуінен жаңағындай іздеп, күйеуінен жаңағы басқалардан бірдеме, не только ол күйеу, всегда басқалардан бірдемені күтетіндер, күйеуі, енесі, мамасы, папасы, бастығы, да. Бұл адамдар осы потребностьтарын, когда өздері толықтыра алмай отырған кезде, толықтыра алмаған кезде, всегда басқалардан внимание арқылы алғысы келеді. Особенно жаңағы махаббатқа восхищение, я, сен кереметсің деген. Біз осындай потребность бар. Осыны біз осылай через требование, жаңағы звондау арқылы, сен неге жауап бермейсің, сен неге маған гүл бермейсің, сен неге телефонды жауып тастадың, сен неге күні кешке дейін жоқсың. То есть через жаңағы заставлять ету арқылы біз осы өзіміздің потребностімізді, қалауымызды алғымыз келеді. Махаббатты осылай алғымыз келеді. Бұл қандай позиция? Бұл, конечно, через мынандай үстіде тұру арқылы, жаңағы подавлять ету арқылы, агрессия арқылы алынатын позиция, да. Бірақ та бұл позицияның жаңағы қарасаңыздар, тек қана бұл деструктивті позиция, бұның ешқандай бір пайдасы жоқ. Потому что каждый раз сіз күйеуіңізге звондай бергеннен, жаза бергеннен, оныменен алса бергеннен, ол сізді больше жақсы көрмейді. Ол сізді больше уважать етпейді. Да, может, сізден қорқатын шығар. Может, сіз оның мамасына айтады деп шантаж жасайды деп қорқады ма? Может, үйді өзіне алып алады деп қорқады ма? Может, ажырассам алимент сұрайды деп қорқады ма? Да, может, қорқуы мүмкін. Но бірақ та бұндай әйелдер даже қорқытып отырған өзінде, кажется, оларға, о, болды, менің қолымнан шықпайды. Бірақ іштерінде, я никто, зовут меня никак, мен оған керексізбін, есть там кто-то лучше меня, ол соған кетіп жүр, соған барып жүр деген сияқты өзінің ішінде бір жаман сезім болады. То есть сіз даже оны заставлять етіп, жаңағы бүйтіп үстінен жаңағы агрессия арқылы алған күннің өзінде де, ол сізге никак жаңағы өзіңіздің қалауыңызды, то есть от этого сіз өзіңізде менің күйеуім мені жақсы көреді, менің күйеуім мені уважает, менің күйеуім вот искренне осындай бір сезім өзіңізде болмайды.
Знаете почему? Потому что ешкім сізге ол сезімді бере алмайды. Ол сезімді сізге бере алатын ең бірінші өзіңіз. Мысалы осы жерде басқа бір мысалдарды келтіретін болсақ да, вроде бы бәрін, бір қызды қарайсың, жаңағы бір әйелді қарайсың, үйінде бәрін жасап жүріп, прям керемет әйел. И оған айтады, мә, сен осы күшті келінсің бар ғой, сен прям кереметсің, маған ұнайды вообще сен десе, ой, қойшы, мен ондай емеспін, қайда, бұл не? То есть ішінде, когда адам өзін өзі мақтай алмайды, өзі жайлы восприятиясы, убеждениесі, установкасы дұрыс болмаған кезде бұл әйелдер, то есть өзінің құндылығын білмейді, өзін мақтай алмайды, өзімен өзі восхищаться ете алмайды. Ондай адамдар ешқашан біреудің бергенін қабылдай да алмайды. Мысалы, біреуді мақтасаңыз, мысалы, ой, қойшы, это мен емес, ол өзі просто сондай момент болып қалды, әйтпесе мен ондай емеспін, менің жасағанымнан емес ол, деген сияқты айтады, иә. А на самом деле ішінде соның бәрін жасайды именно сол мақтауды алу үшін. Бірақ та почему-то сол мақтауды берген кезде сол өзіне қабылдай алмайды. Өйткені ол қанша адам сізге қол шапалақтаса да, сіз бір өзіңізге қол шапалақтамайтын болсаңыз, это, ну, как бы, осындай жағдай қалып келеді, что сізге бәрі нольге шығады да. Всегда будете жаңағы, всегда басқалардан стараться етесіз, басқалардан іздейсіз, бірақ та олардың бергені сізге, пока сіз өзіңізге бермегенше ештеңе болмайды. И именно жаңағы күйеулерін контроль жасап, күйеулерін іздеп, күйеулерінің телефонын, олар не? Жаңағы восхищениені қалайды. Күйеуінің тарапынан махаббат маған берсін, требовать етеді, агрессивная позиция өтеді. Мысалы, көбісі айтады, мен неге агрессивная? Мен неге баламмен ұрсам, күйеумен ұрсам? Я не хочу. Но на самом деле в душе именно агрессияны қаламаса да, ол оның ең оңай жолы сол агрессия арқылы, через манипуляция. Агрессия деген не? То есть агрессия, жертва, спасатель болу, жаңағы Карпман бұрышындағы, иә, үшеуі де бір позиция. И үшеуі де бұл басқа біреу арқылы өзіңіздің потребностіңізді алу деп ойлаймыз. Бірақ даже берген күннің өзінде де ол бізді бақытты етпейді. Вот почему көбісі, мысалы, Карпман үшбұрышында жүреді? Потому что это на самом деле самый легкий путь. Ең оңай адамға өзін өзі табу, өзінің құндылығын табу, өзінің жаңағы өзі жайлы балалық шақтан мына жерде жиналып қалған восприятиясын өзгерту, иә, біраз психологқа бару, біраз өзіңменен терапия өткізу деген сияқты. Или, не знаю, өзіңнің энергияңды көтеру, ішіңдегі көре алмаушылықтан арылу, осы жаңағы айтып жатқан агрессиямыздан арылу, өзіміздің үрей менен қорқыныш, который нами управляет, осылардың бәрінен арылу өте қиын. Өте қиын на самом деле. Ну, қиын дегенде это невозможно деген сөз емес. Это просто өзіңменен прям жұмыс істеу, да? Это поэтому адамдарға легче, лучше біреуге нападать ету арқылы, лучше біреудің алдында жертва болып отыру арқылы, лучше біреудің алдында жаңағы спасатель болып жүгіріп, хорошая девочка ролінде жүру арқылы, осылардың бәрін жасау, и сол арқылы өзіңіздің потребность алу. Но на самом деле, опять айтамын, мен всегда сабақта жаңағы өгей ана туралы айтамын, да? Это всегда сізге өгей ана сияқты. Сіз мысалы, анаңыз жоқ болса, Құдай сақтасын, барып өзіңіздің осы анаңызға деген махаббатты басу үшін өгей ананы іздемейсіз ғой, потому что понимаете, ол сіздің анаңыз емес. Ол сізге ол махаббатты бере алмайды. Ол сізге өзіңіздің чувство собственного достоинства дегенді бере алмайды, өгей ана, иә? Просто махаббатын бере алмайды. Сол сияқты сіз, когда осы Карпман үшбұрышында жүріп, басқалар арқылы жаңағы өзімнің күйеуіме деген нападение жасаймын, ұрсысам, қырылысам, контроль жасаймын, бұның бәрінде жаңағы агрессия, пассивная агрессия, иә? И бұл арқылы алған сіздің жаңағы потребностіңіз, ол на самом деле сізге как бы ішіңізде тыныштық бермейді. Ішіңізде мынандай бір удовольствие бермейді. Вот я такая классная деген ойға келмейсіз одан. Сіз все равно понимаете, что что-то не так. Мысалы, қыздар келеді, менің ішім бір түрлі болып тұрады дейді, да, әйелдер.
Менде бәрі бар сыртта. Менің жақсы күйеуім бар, менің жаңағы балаларым бар, менің үйім бар. Но что-то не то. Понимаете, бұның барлығы жаңағы өгей ана сияқты да, или өгей әке сияқты. Ол сенікі емес. Потому что сен өзің реализоваться етпей жатырсың. Сен өзіңнің ішіңе бұрылуға тебе очень тяжело. Тебе очень больно. Ты там боишься, ішінде страх, үрей, өзің туралы восприятиеңді өзгерту өте қиын. Сондықтан мы просто остаемся здесь. Лучше жаңағындай басқаларға арқылы, это ең легкий путь на самом деле. Көбісі айтады, ой, мен болғым келмейді, мен жертва болғым келмейді, мен агрессор болғым келмейді, мен біреуге жалпалақтаудан шаршадым дейді. На самом деле ең оңай путь. Ең олар үшін вот басқа қиналғысы келмейді да. Сондықтан қысқа сөзбен айтқанда, иә, күйеулеріңізді сіздер қызғанасыздар, күйеулеріңізге контроль жасайсыздар, потому что сіздердің іштеріңізде өздеріңіздің өз құндылығыңызды, чувство собственного достоинствоны олар арқылы алғыңыз келеді да. То есть бұл жаңағы ответственностьті өзіне алғысы келмейтін, өзінің өмірінің авторы өзі болғысы келмейтін әйелдер ғой в основном. И знаете, сіздердің осылай жасағаннан күйеулеріңіз қастарыңызда болады, кетпейді. Баласы үшін болады. Елдің алдында жаңағы біз туралы айтпасын деп болады. Или там, қойшы, мне жалко деп сізді жалеть етіп болады. Представьте, сізді жалеть етіп. Это насколько ужасное состояние, когда сізді қойшы жалко, 4 баламның анасы. Сізді, как өзіңіздің өміріңіздің бір тұлғасы ретінде, сізді бір, блин, моя жена такая классная деп болмайды сізді. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан ең бірінші өздеріңізді ізденіңіздер. Өз өмірлеріңізде ең бірінші өздеріңіздің потребностьтерді өздеріңіз беріп үйреніңіздер. Это не значит бәрін жоғалыңдар, құрыңдар, мен ажырасып енді жалғыз өзім отырып потребностьімді өзім жасаймын деген сөз емес. Но в то же время вот сіз өзіңізді табуыңыз керек та. Сіз прям өзіңіздің өміріңіз өзіңізге интересный бола бастау керек. Сіз прям өзіңіз таңертең благодарная бола бастауыңыз керек та. А көптеріңіз сіздер қандайсыздар? Өздеріңізді таңертеңнен жейсіздер. Мен не істеп жүрмін вообще? Жүрісім мынау. Қанша жыл болды декретте отырып қалдым, үйттім де бүйттім. То есть кішкентай кездеріңізде сіздер уже жаңағы травмаларыңыз қалған, басқалар сізді жеді, унижать етті. Енді өскен кезде сіздер өздеріңіз солай істейсіздер да. Понимаете? Сондықтан бұл жерде не істеу керек? Бұл жерде страх. Көп адамдар өзінің страхымен жұмыс істей алмайды. Реально страх деген не? Ол қалай үрей жаңағы, иә? Қалай онымен жұмыс істеу керек екенін білмейді. Түп санаңды өзгерт, бәрі жақсы болады, түп санаңда не бар соны өзгерт дейді, бірақ та қалай өзгертетінін білмейді. Вот түп санадағыны, яғни мына жерде қалған травмаларды қалай өзгертуін білмейді. Түп сана туралы шуылдап айтады бәрі жан жақтан, но именно қалай өзгертетінін білмейді. А мен өзімнің өз-өзіме терапия деген сабақта сіздерге соның бәрін үйрететін боламын. Мына жерде ссылка қалдырамын. Осы ссылкада сіздер уже 3 сабағына қатысуларыңызға болады. Қараңыздар, көріңіздер. Там очень жаңағы қысқа нұсқа, но в то же время очень дегенде 30 минуттық, 20 минуттық, 8 минуттық дегенде сабақтар, но действительно сіздерге результат беретін. Сондықтан мына жердегі астыда тұрған ссылкаға өтіңіздер, жазылыңыздар, сабақты қарап көріңіздер.